Бүгін 25 қыркүйек 2025 жыл. Менде жалпы сұрақтар өте көп. Мына жерде мен мысалға мен деп алайын. Енді осы жерде менде көптеген проекттер бар. Мысалға YouTube канал бар. Одан кейін менде платформа бар. Одан кейін жеке бренд бар. Енді одан кейін менде курстар бар. Және де менде мектеп, яғни менің жұмыс орным бар. Енді осылардың қайсысын дұрыс дамыту керек, және қайсысын жасау керек. Сол мәселе бойынша қазір тақырыпты қозғайтын боламыз. Енді мен мысалға мектепте жұмыс жасаймын, және де мен осы нәрселерді қатар алып жүруім керек. Бірақ та менде бір ғана мақсат болғандықтан, бір мақсат қою керек болғандықтан, осылардың бірін таңдап алып, және де осыны тұрақты түрде айналысуым керек. Енді осыны алдағы уақытта мен дұрыстап шешетін боламын. Тұрақты бір іспен айналысып, бұйырса нәтиже шығарамыз деген ойдамын.